бір жақсы, бір жаман жаңалық. Жақсылықпен бастайын ба? Досым, сенесің ба? Менің істеп жүрген жұмысымды 75 мың адам оқысы келіп жатыр. Мен өзім шокем. И жаман жаңалық, досым. Оның барлығын оқыту невозможно физически. Біріншіден, ондай платформа жоқ, 100 мың адамды оқытатын. Біз платформамен кәдімгі кәсіби түрде үйретеміз да. Екіншіден, досым, 100 мың адамды оқытып, бір нәтижеге шығара алмасам адамдарды, өйткені 100 мың адамға миың ашып, тастап кетесің. Бәрі көп сұрақ. Иә. Ал мен оданша 1000-2000 мың адамды жинап, барлығын нәтиже шығартып, солардың барлығын оқытып, уақытымды жеткізіп. Короче, достар, түсіндім. Бізге қазір керек жылайсы 5 адамдар, жұмыс істейтін адамдар, результат көрсететін адамдар. Кімге ақша керек, кім еңбектен жұмыс тапқысы келеді, кім қаржылық тұрғысы келеді, еңбекқор адам керек. Еңбекқор адам керек. Даже бір сағатта біз уже қабылдау жауып тастауымыз мүмкін. Сол бірінші Нұрдәулетпен ақылдасуға келдім. Мен сіздерге қазір уақытын айтамын, қай кезде оқуға қабылдау басталады. Сол кезде тезірек үлгеріп қалуға тырысыңыздар. Мен айтайын. Дархан оқушылар жинап жатыр. Мен айтамын, анау 50 мың, 120 мың, 200 мың, менің досым Мағжан деген 300 мыңға оқыған. Мен айтамын, ондай қымбат болмау керек. Бәрі бір нәрсе ғой сөздің ашық келгенде. Елдерде консультация алу осы оқуға 50 мың теңге тұрады. Ал кәдімгі оқыту полный, орташа есеппен 100-150 мың теңге. Әшейін тұрады. Танымал адамдардікі 300 мыңға кетіп қалады, миллионға кетіп қалады. Досым, құдай тұр айтайын, мен 5 есе как минимум қыламын. 5 есе арзан қыламын. Былай істейік. Оқырмандар, давайте біз келсек. Енді айтып жатыр, мотивация бер дейді, соны алып. Тегін қатысып жатыр, шүкір да. Енді сенің бизнесмен болашақ оқушыларың да мотивация ретінде машина бер деймін да, машина. Енді өзі ақша табады Дархан, бірақ машинаны сыйла деймін. Ал Дархан айтып отыр, кредит дейді. Айтып жатыр, мен оқушыларымның давай кредитін жауап берейін деймін. Мынау айтады, машина дейді. Ниеттен отқан оқушылар болса, кредит жабу көп адамның. Болмаса, мына машинаны бір адам ғана жеңіп алу. Қайсыз деп ойлайсыздар? Бірақ ең бірінші мақсат сіздерді дұрыс кәсіппен айналысу деп ойлаймын. 50 мың ба енді? Жоқ, 50 мың болмайды. Мен burada жұмысқа кіру үшін медикке 500 мың сұраған. Мен оны 5 айда шығарамын. Жұмыста шыға жерім ғой. Жоқ, досым. Онда 50 мың арзанырақ қылында сәл. Қаржы. Одан біраз арзан болады, досым. Қыздар, жігіттер, шешілді. Менің оқушыларымның арасынан мен өзімнің 25 миллион теңгелік машинамды да, и содан кейін 5 адамның кредитін жауап беретін болып шештім. Ойлаңдаршы. Оқу енді қанша тұрады деп жатсыздар, өте қолжетімді болады. Қазір бір ойланайын, кешке қарай айтатын боламын. Хорошо? Ал жігіттер, қыздар, оқу құны. Так, оқудың құны 25 мың теңге. Жаңа айтып кеткендей, негізі просто бұл оқудың консультациясының өзі 50 мыңнан, 100 мыңнан істелінеді. Кәдімгідей онлайн түрде оқыту 200 мың, 500 мың теңгеге дейін барады. Ал мен 25 мың теңгеге қылдым. Сіз 25 мың теңгеге не аласыз? Ең бірінші білім, жұмыс, ақша. Егер де сол білімді қолдана білсеңіз, мен сіздерге от и до дейді ғой, барлығын түсіндіріп, көрсетіп, былай айтқанда жетектеп жеткіземін ғой соған. Екіншіден, 25 миллион теңгелік машина. Мен өзім салоннан алғам, 2 жыл бұрын өзім айдағам. Вот соны ойланбай берем сіздерге. Оқуды алғандардың ішінен. Үшінші, 5 адамның кредитін жапқым келіп тұр. Неге? Өйткені барлығының проблемасы кредит болып кетті да. И хоть болғанда маған сеніп осы оқуға қатысып жатыр ғой, ақшасын беріп, жұмыс істейінші деп, вот солай қатысып жатыр ғой. Солардың хоть бір 5-еуінің кредитін жауап бергім келіп тұр. Айтайын дегенім, негізі мен 50 мыңнан, 100 мыңнан да сатсам, біздің определенный бір оқуға арналған орындар бар, мынаншадан аспау керек деген. Сол орынға 50 мыңнан, 100 мыңнан сатсам да жинай алам да. Бірақтан тек ақшасы барлар ғана қатысқан қалап тұрған жоқпын. Қарапайым адамдар да қатысынша. 25 мың жоқ па, рассрочка, кредиті деген сияқтылардың барлығын қосам, барлықтарыңыз мүмкіндік аласыздар осы оқуға қатысуға. Барлықтарыңыз рахмет, жақсы көремін. Мінекей шын ниеті бар, ақша табам, кәсіп ашам деген адамдар осылайынан ойлаңыздаршы. Жарайды, мен Мерседесті берем, 5 адам кредитін жабайын, жарайды. Бірақтан сіздер ақша табам, кәсіп ашам деп осы оқуды оқысаңыздар, мынау Мерседесті де, мынау кредиттеріңізді де өздеріңіз жауып аласыздар да, Құдай қаласа деп сөйлейін. Негізі кәсіпте алма піс, аузыма түс дейді ғой, ондай жоқ, дайын нәрсе жоқ. Басында қиындау болар, бірақтан Құдай қаласа оқудан кейін, оқу барысында деп айтайыншы, барлығын уже сіздер түсініп, ақшаларыңыз тауып, кәсіптеріңіз ашып бастайсыздар деп үміттенем. Бірақтан Мерседес үшін қатысып, жарайды Мерседес басқа біреу алып кетсе, өй деп оқымай кетесіздер ма? Оқимын мен, білім алам, ақша табам деп қатыссаңыздар, пожалуйста. Сонда сіздер шын менде кәсіп ашып, ақша тауып, барлық сіздер жақсы болады.
сосын мені барлығы ойлап жатыр тек қана Wildberriesте сауда жасауды үйретеді деп. Жоқ. Иә, мен Wildberriesте де үйретемін, бірақ мен Қазақстанның рыногы Каспийде де сауда жасауды, мынау Европаның рыногы Озонда да сауда жасауды барлығын бірге қосып үйретемін, және де плюс бұл жерде Қытаймен товар алып сауда жасауды үйретемін да. Вот қысқасы өте көп менде әлі ішінде, қазір айта берсең ол мынау минуттық сторис жетпейді, өте көп оқулар ішінде, түсінесіздер өздеріңіз алғаннан кейін. Оқуға кез келген қаладан қатыссаңыздар болады, өйткені кез келген қаладан жұмыс істей аласыздар. Содан кейін оқуды бір ай оқисыздар, и оқуды кез келген уақытта оқи аласыздар. Жұмыстан келіп түнгі 12-де разница жоқ. Вот сол, ал оқу қашан басталады? Ертең арғы күні, негізі ертең 23-ші басталады, ертең арғы күні. Ертең қаншада екен барлық толық ақпаратты айтып, не үйрететінімізді барлығын тағы да бір түсіндіріп шығамын, и ертең арғы күні